Бұдан соң Рашид Мередов, Қазақстандық әріптесі, еліміздің сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеумен шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Тараптар қос ел арасындағы алыс-беріс пен барыс-келіс көлемін арттыруға уағдаласты. Жиын барысында халықаралық аралды құтқару қорының әлеуеті талқыланып, осы бағыттағы жұмыстар қаралды. Қазақстан мен Түркменстанның достығы бұрыннан бекем екендігін тараптар тағы атап өтті. Оның үстіне стратегиялық әріптес. Кейінгі 5 жылда екі жақты сауда-саттық көлемі 4 есе ұлғайып, $563 миллион жеткен. Енді бүгінгі келіссөздердің нәтижесінде екі ел арасындағы сауда-экономикалық, көлік-транзиттік, отын энергетика, ауыл шаруашылығы салаларындағы байланыс одан сайын беки түспек. Екі жақты сауданы біз $1 миллиард дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Соған сәйкес біз жол картасын қабылдағанбыз. Соның орындалуын қазір мұқият қарап жүрміз. Бұл тұрғыда екі жақты тауар айналымының номенклатурасын кеңейтуге, өңіраралық ынтымақтастық пен іскерлік байланыстарды дамытуға назар аударамыз. Оған қоса сауда айналымын ұлғайту бойынша жұмыс тобы өзінің қызметін бастады. Сөз басында Қазақстан Республикасына қонақ жайлылықтарыңыз үшін ерекше алғысымды білдіргім келеді. Қазақстан мен Түркменстанның мәдени-әдеби байланысы жылдан жылға артып келеді. Осы жылдың күзінде Қазақстанда Түркменстанда Қазақстанның мәдениет күндері өтеді. Бұның өзі арадағы достықтың бекемдігін айқындайды. Бүгін маңызды тақырыптарды талқыладық. Алдағы уақытта жоғары нәтижелерге қол жеткіземіз деген сенімдемін.